Оңтүстік Судан теңізге шыға алмайтын орталық шығыс Африка елі. Мемлекет табиғи ресурстарға бай болса да, оның тұрғындары Суданмен 50 жылдық үздіксіз азаматтық соғыстан туындаған кедейлік пен аштықтан зардап шегуде. Сәлем достар, сіздерді өз арнамда көргеніме өте қуаныштымын. Қазақ тілді арнаға қолдау білдіріп, лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Сіз оңтүстік Судандағы малдың тезегі асылы бойым екенін білесіз бе? Мундари тайпалары көшпелі. Сондықтан олар әрдайым жаңа жерлерде тұрады. Қоныс аударған кезде тұрғын үйлерді соған лайықты етіп жабдықтайды. Бір жерден екінші жерге барудың мақсаты бір. Сиырлар табынына, адамдардың басты байлығына жаңа шөп болу үшін. Мұндай сиырларды сатып алады, қайтадан сатады, сүтін ішеді және астында душ қабылдайды. Сары душтың бактерияға қарсы қасиеттері бар. Сиыр құйрығын көтереді, бұл жуу туралы сигнал деген белгі. Күн сайын таңертең сиырларды жерден көтергеннен кейін 5 минут ішінде олар зәр шығара бастайды екен. Бұл зәрді банкаларға жинайды, немесе сиырдың жанында тұрып бірден шомылады екен. Ал сиырдың тезегімен елдегі ең жақсы косметиканы дайындайды. Сиыр тезегін топырақпен араластырып, оттың астында күлге айналғанша пісіреді. Кірпіш түстес болғаннан кейін шашқа жағып қояды. Мұндай сусабын шыбын-шіркейден құтқарады. Өйткені табынның жанында әрқашан шыбындар мен масалар толы болады. Әрине, мұндай амалды не үшін жасайды деген сұрақ туындауы мүмкін. Бұл ағзаны қолайсыз тіршілік ортасынан қорғау. Дене күшті болуы керек және ауырмауы қажет. Оңтүстік Суданның орталығын қатты жаңбырдан су басқан кезінде барлық жерде бірден көбейе бастайтын әртүрлі микроорганизмдер мен дернәсілдерден қорғаныс үшін. Құрғақшылықта су тапшы болған кезде бұл таза болудың жалғыз жолы. Осылайша күн сайын нәжіспен жуынып, Мундари тайпасының әрбір көшпендісі терісі мен денесін қоршаған ортадан қорғайды. Оңтүстік Судандағы балалар некесінің тәжірибесі туралы естіген боларсыздар. Ол жерде кәмелетке толмағандардың некеге тұруына заңды түрде тыйым салынады, бірақ ата-аналар бұған мән бермейді. Оңтүстік Судан балалармен некеге тұру бойынша әлемде 5-ші орында тұр. Жас қыздар үшін және олар пәк болса қалың малын көп береді. Мұндай қыздарды ұзақ уақыт өсірудің қажеті жоқ. Өйткені оларды ерте тұрмысқа алады, мәселен 8 жастан бастап. Көбінесе 11, 12, 13 жастағы қыздарды беріп жатады. Оңтүстік Судандағы бір қыздың орташа бағасы 50-ден 100 сиырға дейін. Жақсы отбасынан шыққан әдемі қыздар 200-ге дейін сиыр ала алады. Тек болашақ пайда үшін қыз босанатын отбасыларда аз емес. Ұлдар үй шаруашылығына көмекке барады, мектеп мүлде жоқ деуге де болады. Қыздар мүмкіндігінше ерте тұрмысқа шығады. Қалыңдық үйдегі барлық міндеттермен қоса, соның ішінде ерлі-зайыптылардың да міндетін орындай бастайды. Ажырасу мүмкін емес. Егер қыз өмір сүру жағдайына шыдай алмаса, қыздың көңіліне қарап отырмайды. Ол кезде ата-аналар қалың малын төлемді қайтаруға міндетті. Сондықтан тиран күйеулерінен қашқан қалыңдықтарды әкелерінің өздері іздеп тауып, күйеуіне қайтадан қайтарады. Жалпы қалыңдықтарды аукционның бір түріне қою оңтүстік Суданда өте жиі кездеседі. Елдің басты құндылығы судандық мүйізді сиырлар, солар арқылы есептеседі. Қалыңдықтар алдын ала дайындалады. Табиғи сұлулықтан басқа салмақ пен бойы маңызды. Оңтүстік Суданның еркектерінің пікірі бойынша, әйел неғұрлым биік болса, соғұрлым жақсы жер қазады. Жақында 17 жастағы қалыңдыққа аукцион туралы хабарландыру әлеуметтік желіде жарияланды. Аукционды жергілікті кәсіпкер жеңіп алды. Ол қыздың ата-анасына 530 сиыр, жол талғамайтын көлік, ұялы телефондар және басқа да қолма-қол ақшаны ұсынды. Қыз өзінен 3 есе үлкен адамның 9-шы әйелі болды.
Оңтүстік Судан білім беру мен денсаулық сақтау жүйесінің нашарлығынан зардап шегеді. Мұнда әлемдегі сауатсыздық деңгейі ең жоғары. Оңтүстік Судан балаларының тек 16% ғана мектепке кем дегенде бір рет келген. Бірақ тек 1,9% ғана бастауыш мектепті бітірген. Балалардың көпшілігі ата-аналарының кәсіби ізімен жүреді. Судан туралы қызықты бір факт: Суданда қайтыс болғандармен некеге тұруға рұқсат етіледі. Елес неке деп аталатын бұл рәсімде жүкті әйелдер көбінесе қайтыс болған сүйіктілерінен балаларды заңдастыру үшін жасалады. Суданда канализация, су жолы, электр жол мүлде жоқ. Су өзеннен ішіледі. Судан халқы осындай қиын жағдайда тұруға мәжбүр. Достар, видео сіздерге ұнады деген ойдамын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше.